Жалпы осы Құрбан айт күні кез келген мұсылман баласы қандай амалдар жасаған дұрыс? Бұл күні ең бірінші жаңағы мешітте енді әрбір мерекенің исламдағы мерекелердің өзі азандағы құлшылықпен басталады. Айт намаздарын оқып болғаннан кейін адамдар жалпы шығып мерекені тойлайды, бір-біріне айтты бұл күні, бір-біріне сыйлық жасайды бұл күні, балаларды қуантады. Мысалға ата-аналарына барып, ата-анасы барлар бірінші кезекте ата-аналарының барып жағдайын сұрап, сыйлықтарына апарып, көңілдерін көтереді. Және сонымен қатар өмірден өтіп кетіп жатса, қабірлеріне зиярат етеді, Құран бағыштап. Және бұл мерекеде жаңа айттау деген дәстүр бар ғой қазақта. Сол секілді жалпы тіпті айттайтын үй табылмай қалса, айт намаздан шыққаннан кейін басқа жолмен қайтсын деген нәрселерді айтады біздің дінімізде, көрдіңіз бе? Сондықтан бұл мереке болғаннан кейін адам қуану керек. Және осы күні адамдар бір-біріне сыйлық жасап, және біздің ең үлкен нәрсе атқаратын ол құрбандық шалынады ғой. Сол құрбандық еттерін мұқтаж жандарды сонымен қамтамасыз етіп, бір қуанту болып, амал солай жасалған абзал болып табылады.